Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен қағаздай жұп-жұқа әрі дөп-дөңгелек қамырды жаюдың жолдарымен бөлісетін боламын. Ол үшін бөлме температурасындағы суымызға ең әуелі 50 грамм ақ майымызды, яғни сұйық майымызды құятын боламыз. Татымына қарай тұзымызды салып, әрі қарай ұнымызды салып араластыратын боламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мен ешқандай ашытқы қосқан жоқпын, яғни ләмбебап. Бұл жайылған қамырмен сіз манты жасай аласыз, самса жасай аласыз, және сол сияқты түрлі ашытқысыз дайындалатын қамырларға қолдана берсеңіз болады. Енді осылай ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Аз-аздан сала отырып, не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа. Достар, байқағандарыңыздай мен қамырға сұйық май қостым. Сұйық май қосуымның себебі жайған кезде қамырдың иілгіш, әдемі болып тұрады, және піскен кезде ондай қамырлар жылтыр болады. Және дәмі де өзгеше дәм болады. Осылай мен қамырды табаққа илеп болғаннан кейін, әрі қарай тағы да иір қану үшін осылай столдың үстіне де тағы да илеп аламын. Достар, қаншалықты қамырдың иін қандырып ұзақ илесек, соншалықты қамырды жайғанда қиналмайтын боламыз. Арасындағы іртіктерінің барлығын бірдей етіп, бір келкі болғанша іртіктерінің барлығын кетіріп, жақсылап ұзағынан асықпай илейміз. Және осы жерде қолымыздың салмағын сала отырып, қамырларымызды осылай тағы да бөліп алғаннан кейін тағы да осылай дөңгелетеміз. Сосын арнайы салафанға салсаңыздар да болады, немесе үстелдің үстіне қойсаңыздар да болады. Мен осылай табақпен бетін жауып, 5-10 минутқа тағы да демалдырамыз. Қамырды демалдыру өте маңызды, себебі демалған қамыр жайған кезде өте ыңғайлы болады. Ал илеп бола салып бірден қамырды жайсаңыз, ол кезде қамыр жер болып қалып, қамырды ұзақ уақыт жаюға тура келеді. Қамырды жаю мүлдем қиын емес. Салмақ салмайсыз, арасына ұнды себеп отырып, оқтауды жиі айналдырып жаясыз. Қамырымызды көріп тұрғандарыңыздай, ұзақ уақыт бір айналдырып алған оқтауымызды ұзақ уақыт жайып тұрмаймыз. Жиі қамырымызды айналдырып отырамыз. Сол кезде қамырымыз дөңгелек, әдемі болып шығады. Достар, қамырды жаюды ең алғаш бастаған кезде қамырды барынша дөңгелек формаға келтіріп алуға тырысыңыздар. Себебі бастапқы кезде қамырдың формасы қалай болады, соңына дейін сол формамен кететін болады. Оны қайтадан дөңгелек формаға әкелу көп жұмысты талап етеді. Достар, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып